Барлықтарыңызға қайырлы күн болсын. Бүгінгі видеомды қиярларға арнап отырмын. Міне алдыларыңызда қиярлар, жапырақтары ептеп өстіп былжырап тұр. Өйткені жылыжайда 36 градус ыстықты көрсетіп тұр. Қазір түскі уақыт, сондықтан осындай ептеп былжырап тұр. Жалпы дені сау, жақсы өсіп келе жатыр. Міне осылай байлап қойдық. Қалай байладым қиярларды? Міне мысалы, мынандай доғал, қазіргі пластмасса осындай дайын доғал осындай нелер бар екен. Жаңағы дайын заттар бар екен. Соны шпагатқа байлап, соны жерге қадап қойдым да, міне өстіп бір-екі айналдырып, төбеге байлап қойдым. Менің ұстанатын ұстанымым, жаңағы білетінім, енді өзім жасайтыным, жіп қатты тартып тұрмау керек. Және де тым бос боп салбырап бір-біріне шуатылып, шатасып жатпау керек. Ептеп қана бос жер қалдыру керек. Міне, өйткені келешектен салмағы болады, былай-былай тартып, солай өсіп тұрады. Және де мысалы мынандай басқа жаққа кетіп бара жатқан нелерін, мысалы бір айналдырып, міне осылай айналдырып қоясыз, болды, өстіп жобалап өсе береді. Сол енді қалай байлау керек екен деген сұраққа бір жауап беріп кеттім. Өйткені сұраулары мүмкін. Міне жаңағындай көрдіңіздер ме? Пластмасса доғал нәрсе, соны түбіне қадап қойдым. Енді кейбіреулер түбінен де байлайды да, түбінен байлаған кезде қатты жаңа қылқынып, мынаны қылқындырып тастамау керек қой. Бұл да енді жаңағы өсетін болғандықтан жаңағы тірі ғой, енді тірі деп айтсақ болатын шығар. Сондықтан ол да қылқынып, жаңағыдай ауа жетпей, қоректене алмай өліп қалмау керек. Сондықтан егерде ондай нәрсесіз байлайтын болса, мына жерді кішкене түбінен байлайтын болса, кеңдеу қылған дұрыс. Енді қиярларды міне жобамен бұдан кішкентай кезде ертерек дайындай берсеңіздер де болады жібін, немесе ең кеш дегенде осындай кезде байлау керек. Өйткені міне мынандай 60 сантиметр боп өсіп тұр қазір жобамен. Біз 3-4 күн бұрын байлағанбыз, барлығы кішірек, ыңғайлы болған кезде байладық. Енді одан бергі өскені бірден өсіп кетеді. Енді байлағанға байланысты өсіп кетпейді. Негізі тез өседі дегенім ғой, сондықтан кейін бір-біріне шатасып, сынып, артық өсіп кетсе, қолайсыздық туғызады байлаған кезде. Сондықтан бәрін уақытымен жасаған дұрыс. Уақытынан бұрын жасасаңыздар, тіпті жақсы, алаңдамай жүресіздер. Енді міне мұртшалары қаптап өсіп тұр. Мұртшаларын аласыз ба деген сияқты сұрақтар. Мен әзірге алмаймын. Менің өзімнің түсінігім, ойым бойынша табиғатта артық нәрсе жоқ деп ойлаймын. Сондықтан көрдіңіздер ме, міне мұртша мына жерде өзі жаңағы байланып, осы жаңағы ұстауға икемделіп тұр. Көмек көрсетіп тұр ұстап негізі. Сондықтан мұртшаларды әзірге алмайым, кейін өзгеруі мүмкін. Мен негізі мұртшаларды ала қоймайым. Кейбір кезде болады, қаптап кетсе, бір ана жерде өсірген кезде алатынмын. Оның өзі де бір-біріне ұстап, қиярларды жоғары қарай басқа қасында өсіп тұрған арам шөпке байланып ап, сөйтіп өсуге көмегін тигізеді негізі. Сондықтан мен ала қоймайым. Кейбіреулер айтады да, көп жыл өсіретіндер, мұртшалардың бәрін алып тастаймыз, артық влаганы ұстап тұрады деп, артық ылғалдылықты забирайды деп, алып тұрады деп айтады. Бірақ енді қанша бір ылғалдылық алады, өзінің де атқаратын қызметі бар. Сондықтан мен әзірге алмаймын. Міне қиярлар гүлдеп бастады өстіп. Тағы бір айта кететінім, кейбіреулер осындай қиярлар көп болып өсіп тұрса, 4-5 өсіп тұрса, 2-3 алып тастайды. Жаңағы қорегі бәрін бірге өсіре алмайды, әлсіз болады, әлі кішкентай. Сондықтан бас кезінде өстіп алу керек деп. Енді ол кісілердің ұстанымы, ол кісілердің қолданатын жаңағы әдісі, мен ондай жасай қоймайым. Өйткені көзге көрініп өсіп тұрған соң ептеп қимайым десем, сондай рас қия қоймайым. Сондықтан менің өстіп қапта өсіп тұрса да қалдыра беретінім қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс екенін білмеймін, бірақ мен осылай өсіремін. Енді жаңа айтқанымдай, кейін өзгеруі мүмкін, әзірге осындай. Міне жобамен 60 сантиметр дей өсті. Негізі байлаған кезде кішірек болды.
ешқандай кедергі келтірген жоқ. Сол үшін уақытымен байлаған жақсы. Енді қияр туралы қалай байлау керек екені білгенімді осы видеода айттым. Назарларыңызға рахмет. Видеоны дұрыс айтып, артық айтпай, керекті нәрсені айтып, көңілдеріңізден шығып жатсам, лайк басып білдіріп қойыңыздар. Подписаться тетігін басып, каналыма жазылып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау сәлеметте болыңыздар. Менен жаңа видео күтіңіздер.